Тараз қаласы Шонас Маханұлы атындағы номер 44-ші орта мектеп. Математика пәні мұғалімі Төсекеева Айғаным Шекербекқызы. Сабақтың тақырыбы: қысқаша көбейту формулаларын қолданып есептер шығару. Оқу мақсаты: екі өрнектің квадраттарының айырымы, екі өрнектің қосындысы мен айырымының квадраты, екі өрнектің кубтарының айырымы, екі өрнектің қосындысы мен айырымының кубы, қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану. Бағалау критерийлері: көп мүшелер мен амалдар орындау үшін формулаларды қолданады. Формулалар көмегімен теңдеулер шешеді. Дәлелдеу үшін формулалар қолданады. Қысқаша көбейту формулаларына байланысты теориялық білімімізді бекіту үшін жұбын-тап әдісі Learning-Apps платформасы арқылы орындаймыз. Шашыраған формулаларды оқылуын дұрыс айта отырып, жұбын табамыз. Ол үшін Learning-Apps платформасына өтеміз. Міне, бізге шашыраған көп формулалар берілген. Енді біз дұрыс жұптарды таба білуіміз керек. Екі өрнектің қосындысының квадраты, бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты. Жұптастырамыз. Дұрыс. Екі өрнектің айырымының квадраты, бірінші өрнектің квадраты азайтылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты. Жұптастырамыз. Дұрыс. Келесі: екі өрнектің квадраттарының айырымы олардың қосындысы мен айырымының көбейтіндісіне тең болады. Жұптастырамыз. Дұрыс. Екі өрнектің қосындысының кубы бірінші өрнектің кубы қосылған үш еселенген бірінші өрнектің квадраты көбейтілген екінші өрнек. Қосылған үш еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің квадратының көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің кубы. Жұптастырамыз. Дұрыс. Екі өрнектің айырымының кубы бірінші өрнектің кубы азайтылған үш еселенген бірінші өрнектің квадраты көбейтілген екінші өрнек. Қосылған үш еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің квадратының көбейтіндісі азайтылған екінші өрнектің кубы. Жұптастырамыз. Дұрыс. Келесі: екі өрнектің кубтарының қосындысы осы өрнектердің қосындысының олардың айырмасының толымсыз квадратына көбейткенге тең болады. Жұптастырамыз. Дұрыс. Екі өрнектің кубтарының айырмасы осы өрнектердің айырмасын олардың қосындысының толымсыз квадратына көбейткенге тең болады. Дұрыс. Келесі: кім жылдам әдісі Білімленд платформасы арқылы тест тапсырмаларын орындаймыз. Ол үшін Білімленд платформасына өтеміз. Амалдарды орында: 7m қосылған 3n, 7m азайтылған 3n. Мен ең алдымен қандай формуланы қолданамыз, соны біліп алайын. Бұл жерде екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласын қолданамыз. Сонда 7m квадрат азайтылған 3n квадрат болады. Квадраттасақ, 7m-нің квадраты 49m квадрат, 3n-нің квадраты 9n квадрат. Сонда 49m квадрат азайтылған 9n квадрат. Тексереміз. Дұрыс. Келесі: көбейткіштерге жікте. 25x квадрат азайтылған бұл 1. Бұл да екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласымен шығарылады. 25x квадрат дегеніміз сол 5x-тің квадраты. Сонда менде 5x азайтылған 1, 5x қосылған 1. Сонда мына үшінші тұрған нұсқаны таңдаймын. Енді тексеруді орындаймыз. Дұрыс. Келесі: ықшамда келесі есептерді де тура осылай шығаратын боламыз. Келесі: миға шабуыл әдісін пайдалана отырып, телефонның артқы камерасын қосып, оқушылар есеп шығарады.
бірінші тапсырма көпмүше түрінде жаз дейді. 7х қосылған 1-дің квадраты. Мен бұл есепті екі өрнектің қосындысының квадратының формуласына салып шығарамын. Ол үшін 7х квадрат қосылған 2 еселенген 7х көбейтілген 1 қосылған 1-дің квадраты. Сонда 49х квадрат қосылған 14х қосылған 1 шығады. Енді жауабын тексеріп көрейін. Мына екінші тұрған есепті де тура солай шығарамыз. Келесі есеп. 3 мүшені 2 мүшенің қосындысының және айырымының квадраты түрінде жаз. 25х квадрат қосылған 40xy қосылған 16y квадрат. Бұл жерде де екі өрнектің қосындысының квадратының формуласымен шығарылады. 25х квадрат дегеніміз ол 5х-тің квадраты. 16y квадрат дегеніміз ол 4y-тің квадраты. Ал 5х пен 4y-ті екі еселесек, 40xy шығады. Сонда менде 5х қосылған 4y-тің квадраты шығады. Жауабын тексерейік. Дұрыс. Келесі. Қатесін табу әдісі. Paint бағдарламасын қолдану арқылы есептің қате жерлерін табамыз. Ол үшін бірінші тұрған есепті мен көшіріп Paint бағдарламасына барамын. Қараймыз. Екі өрнектің айырымының кубы. Енді мен формула бойынша тексеремін. Бірінші өрнектің кубы дұрыс 8y куб. Азайтылған 3 еселенген 4y квадрат көбейтілген 3 дұрыс. Қосылған 3 еселенген бірінші өрнектің өзі көбейтілген екінші өрнектің квадраты дұрыс. Азайтылған 3-тің кубы 27 дұрыс. Енді ары қарай 8y куб азайтылған 3 жердегі 4-ім 12, 12-ні 3-ке көбейтсем 36, демек 36y квадрат шығады. Қосылған 3 жердегі 2-ім 9, 6-ны 9-ға көбейтсем 54 шығады менде. Демек мына жерде менде 27 емес 54 шығу керек. Мына жер қате болып тұр. Менде мына жерде 54 шығу керек. Y азайтылған 27, қалғандары дұрыс. Демек біз мына қатесін табу әдісі арқылы басқа есептерді де дәл осылай шығарамыз. Сәйкесін тап. Міне бізге екі баған берілген. Яғни бірінші бағанда берілген есептерді, өрнектерді, екінші бағанда берілген өрнектердің дұрыс жауабымен сәйкестендіреміз. Міне біріншісі 328-дің квадраты азайтылған 172-ның квадраты. Бұл жерде біз екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласын салып шығарамыз. Сонда 328-ден 172-ні азайтсақ бізде 156 шығады. 328-ге 172-ні қоссақ 500 шығады. Сонда көбейтіндісі бізде 78 000. Демек, осы нұсқамен сәйкестендіремін. Міне, қалған есептерді де тура осылай сәйкестендіріп шығамыз. Оқу тапсырмалары. 35-те бірінші есептің тақтарын орындаймыз дескрипторға сүйене отырып. Және де бірінші есепте екі өрнектің қосындысының квадратының формуласына саламыз. Екінші жақшаны екі өрнектің айырымының квадратының формуласына салу арқылы шығарамыз есепті. Рефлексия. Міне сілтемеден өту арқылы кері байланыс қалдырамыз. Назарларыңызға рахмет.